Бәріне ассалаумағалейкум. Сіздерменен бүгін біз Қарасай батыр туралы тың деректерді айтатын боламыз. Есім менен Жәңгір сияқты ақылды хандардың арман аңсары Қарасай сияқты бір туар батырларға, ыру тайпа көсемдеріне тікелей арқа сүйеу арқылы жүзеге асып отырды. Жалпы 16 ғасыр аясында, яғни Қарасай батырдың ат үстінде болған кемел шағында Азақ жоңғар арасындағы әйгілі 3 соғыстың болғаны тарихтан аян. Мұның біріншісі 1635 жылы болған Сібір Тобыл соғысы. Бұл соғыс туралы Фишер Сібір тарихы атты кітабында жазған. Тарихи деректерде осы кезеңде Жалайыр Қырғыздар руларының Тобыл бойында болған айтылады. Сібір Тобыл соғысына Қарасай батырдың қатысқаны ешқашанда күмән келтірмейді. Екінші соғыс 1643 жылы болған. Бұл әйгілі Жәңгір сұлтанның ол кезде әлі хан тағына отырмаған еді. 600 жанкешті сарбаздың жоңғардың 50 мың әскеріне қарсы тұрып, оған алшын жалаңтөс батыр 20 мың әскермен көмекке келетін жойқын соғыс. Бұл соғыс жайында орыс тарихшылары Карамзин бастап Златкинге дейін таусыла жазып, жалпы соғыс тарихында сирек кездесетін оқиға ретінде атап өтеді. Левчин, описание, киргиз кайсакик или киргиз кайсачих, орд и степи, 2 бөлім, СПБ 1838 жыл, 59, даланың ауызша тарихнамасында дат, яғни шежіре. Деректерінде Шапрашты Қарасай батырдың 600 қолыменен осы соғысқа қатысып, жойқын ерлік көрсеткен айтылады. Әйгілі Сүйенбай жыраудың Қарасай халқы үшін атқа мінді, шыдамай жауыздыққа неше түрлі дейді. Немесе сол туғаннан қолды жудан бастап, қалмақ қашты баласын малын тастап, әйеліне қараушы шамасы жоқ, келіп еді о баста жерді ластап, деп суреттейді. Қарасай батырдың осы соғыста ерлігіне орай айтылған 16 ғасырдың аясында қазақ жоңғар арасындағы болған сұрапыл соғыстың үшіншісі 1652 жылы өткен. Бұл соғыста жоңғар хандығы жекпе-жекте 16 жасар Қалдан Серенді өлтірді. Осындайда тарихта тәлкіге деуден гөрі тарих заңдылығына деуге болатын бір гәп еске түседі. Қалдан Сереннің баласы Шарышты Аңырақай шайқасында 16 жасар Абылай Сұлтан ол кезде хан емес, жекпе-жекте өлтіреді. 1652 жылы соғыста Қарасай батырдың жалпы қазақ әскерлерінің қолбасшыларын бірі ретінде парасатыменен, тапқырлығыменен, табандылығымен танылған. Сахара төсінің ежелден қалыптасқан тәрбие бойынша ел бастаған көсем мен қол бастаған батырлардың есімі әдетте ру тайпа атауына ұласып ұранға шапқан. Осыменен жеріміз бүтін, еліміз аман болсын, бір туар ерлердің де есімі ұмыт болмайды дегеніміз. Қазақ халқының мұндай мәртебеге лайықты перзенті Қарасай батыр екенін тарихтың өзі дәлелдеп отыр. Сау болыңыздар.